Шұғыл жаңалық. Венесуэла әуе кеңістігіне жақын аймақта JetBlue әуе компаниясының жолаушы ұшағы ақш әуе күштеріне тиесілі әскери ұшақпен әуеде соқтығысудан соңғы сәтте аман қалды. Авиация саласындағы деректерге сәйкес, екі әуе кемесі қауіпсіз ара қашықтықтан тым жақын ұшып өткен. Бұл жағдай ұшқыштардың жедел әрекет етуін талап етті. JetBlue компаниясы экипаж мүшелері барлық қауіпсіздік нұсқаулығын сақтап, бағытын дер кезінде өзгерткенін растады. Соның арқасында соқтығысудың алдын алу мүмкін болды. ақш әуе күштері бұл аймақта өз ұшағының болғанын растады. Қазіргі таңда оқиғаға байланысты ішкі тексеру жүргізіліп жатыр. Оқиға кезінде ешкім зардап шеккен жоқ. Ұшақ межелі жеріне қауіпсіз түрде қонған. Әуе компаниясы жолаушылардың қауіпсіздігіне ешқандай қауіп төнбегенін айтты. Авиация саласындағы органдар әуе қозғалысын басқару, байланыс жүйелері мен ұшу деректерін тексеріп, мұндай жағдайдың қайталанбауы үшін шаралар қабылдайды. Азаматтық және әскери авиация өкілдері қауіпсіздік ең басты басымдық екенін атап өтті. Сіздің пікіріңіз біз үшін маңызды. Талқылауға қатысып, видеоны лайкпен қолдаңыз. Оқиғаға қатысты соңғы мәліметтерді AB News арқылы бақылаңыз.